Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат. Бүгін бізде қонақта әйгілі әнші Нұрлан Еспанов. Сіздермен бірге мен Мұхит Сапарбаев. Нұрлан, ассалаумағалейкум. Студиямызға қош келіпсіз. Ой, рахмет. Сіз секілді мен де оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының тумасымын. Менің есімде Нұрлан Еспанов баяғыда осы енді қазақтың тойы бітпесін дейді ғой. Қазақтың тойында гонорары да өте аз болатын. Қазіргі Нұрлан Еспановтың гонорары қалай болып жатыр? Енді ол кездегі гонорар, ол кезде бізді көрген адам гонорар берейін демейтін де, сөзін шыны керек. Ол кезде жаңадан шығып жүрдік па, жалпы Мұхит өзің білесің ғой, талай араластық. Жалпы көріп, біліп, жәндегі. Мен өзім таңғалатыным, сол заманда ол неге гонорарға разы болатын. Ол кезде бір Алматыға шығу деген бір үлкен ғанибет тұғын. Алматының өзінде бір 5-6 әнші болатын танымалы. Ал Алматыға келіп, өзіңнің бір кішкене дүниеңді жасап, эфирге шығу деген мүмкін емес жұмыс болғаннан кейін, әйтеуір енді өнер азаматы болғаннан кейін кез келген тойға бір тегін шақырса да бар, өлең айтып кетейін. Жалпы ішінде бір 100 адам болса да отырады ғой деп. Ал бізде Шымқалада 1000 адамға дейін той жасай береді ғой. Соларға көрінейік деп кіріп, жәнелдегі бар киімімізді киіп алып өлең айта беретінбіз ғой. Бірақ енді ол замандар өтті ғой, Мәке. Қазір қанша тұрады? Нұрлан Еспановты тойға, жақсылыққа шақыру қанша тұрады? Қазір енді сұранысқа ие Нұрлан Еспановтың шашын өзі не тұрады? Бір жерінде Ұлықпан Жолдасовқа ұқсағысы келеді ма деген сияқты алып қашпа әңгімелері бар. Сізді тойдан көру қанша тұрады шақыру? Мен осы жақында үлкен бір жобаға шығып, мұрт қойып Николаев болып шыққам ғой. Содан шықсам достарым айтады, Нұрлан, сен Николаев болып жүре бермейсің ба дейді маған. Неге десем гонорарың өседі дейді да. Бірақ енді сөздің шыны, мынау енді 100%-ға танымалымыз деп айтамаймыз ғой енді. Жалпы енді бір 10% болса да танымалымыз, өзіміздің тыңдарманымыз бар. Кей кезде ойланып қоямын ғой, мен тамада болып барсам, асаба болып барсам, мен қымбатырақ аламын да сәлі. Енді асаба болғаннан кейін ұзақтау сөйлеу керек. Тойдан қалай айтсақ болады? Тойдан бірден кетіп қаламайсың, тойдың соңына дейін жүруің керек. Осы жақында қызық болды. Жарнама жасап жіберейікші. Тойға тамада етіп шақыру, тойға сізді әнші етіп шақыру қанша тұрады? Бір шетінен енді бір қаражатын айтқанда ұят енді. Біз мына сыбайлас жемқорлық дегенді құртамаймыз ғой. Бізде жалпы дос көп қой. Былайша енді тегін көбірек барып жатамыз, енді достарымыз көп. Бірақ енді сәл қымбатырақ алған дұрыс қой деп ойлаймын да, жалпы жүргізуші болып барғаннан кейін. Енді неге десеңіз, осы жақында қатты көңілім қалды. Бір қыз жанымда тұрып, Нұрекеңмен суретке түспей қойыңыздар дейді да. Мен қайсыстанып қалдым, түсінбей қалдым. Тұрдым ана қызды іздеп тауып алдым мен. Қарындас, сен неғып айттың дедім, және суретке түспей қой деп. Ой, аға, сіз неге ренжисіз дейді. Неге ренжімеймін мен? Жұрттың бәрін әже айқайлап айтып жатсақ, суретке түспей қойыңыз. Сіз енді соңына дейін жүресіз ғой, тамадасыз ғой, кетіп қалатындармен түсіп алайық дегенім ғой дейді. Оның ойы мүлдем басқа болған, мен түсінбей. Арам ой болған жоқ. Иә, мен тойдың соңына дейін ренжіп жүрдім ана қызға. Сөзін шыны керек қой. Содан соң ашуланып ана қызды іздеп тауып алдым мен. Сосын менің ойым онымен ұрысу емес қой. Жалпы білу неге өйтіп айтты екен. Мені мүмкін жек көрем екен, бір татуласып кетейік, жақсы жағынан өзімді көрсетіп кетейін деп барғаным ғой. Жалпы сөйтсем айтады, сіз соңына дейін жүресіз ғой дейді. Бірақ енді сөзін шыны, ән айтып шығу қиын емес бізге. Ән айтып шықшы, Мәке, мысалы өзің шақырсаң Нұреке бір кіріп шықшы десең, барып ән айтып шығып кету. Ал тойда белгілі бір жаңағыдегі тойға кеп, асаба болып соңына дейін жүру деген өте қиын да, содан соң біз көбірек ақша аламыз да оған. Қаражатты айтпадыңыз. Енді қаражатты айттыңыз, сурет туралы айттыңыз. Қаражатты айтыңызшы. Біз қаражатты айтқанда былай ғой. Қазір енді сөзін шыны керек, осы жақында осы қаражат туралы әңгіме болды да бізде. Сізді бай әншілердің қатарындағы әнші дейді. Енді қалай айтсақ болады, тіпті айтпаймын, мүмкін болашақта байып кететін шығармыз енді. Қазір шілей ондай бай әнші емеспіз. Мынау айтады ғой, ауруын жасырған өледі дейді ғой. Жақында ресейлік бір арнаның үлкен бір кеші болды. Онсыз да бөлініп жүрген шоу-бизнес тағы да екіге бөлінді. Бірі бізге қажет емес десе, бірақ қажет деп тапқан әншілердің қатарынан сіз табылдыңыз. Ол кешке бардыңыз, Кәрім Қажымханұлы Мәсімовтің әкесімен бірге. Ол отбасымен қарым-қатынас қалай? Негізі, шынымды айтайын, ол кісі өте жақсы кісі. Ол кісімен осы танысқанымызға біраз уақыт болды. Маған көп көмегін тигізді ол кісі. Сөзін шыны, қазір менің жәнедегі осы жақында үй алдым. Енді жасырмай қойын, үй алдым. Сол үйіме жақсы көмектеседі ол кісі. Сөзін шыны, менің көрді, жәнедегі жүрдім, талантымды байқады.
ол кісінің айтқанда біз екі ете алмаймыз. Сол себепті енді маған сөздің шыны керек, жанашыр ол кісінің. Сосын бірге жүріп, жаңағыдай көп жерлерге барып, енді шетел асып, үлкен жиналыстарға қатысып жүрген екен. Мен бір күні сұрап қалды енді, және айтып жатсыз ғой, бір бай жұлдыздардың қатарынан деп. Сөз үшін мен анама үй алып бердім, ініме үй салдырып бердім. Мен өзіме әлі ешнәрсе алған жоқтым негізі. Былайша жайлап, жаңағыдай жинап жүрген бір белгілі бір мөлшерде ақшам бар еді, бірақ өзімнің үйде емес жинап жүрген жинақ кассасында. Сол енді уақытың келді, Нұреке, алатын уақыт болды деді. Енді біраз ақша жетпей тұрды. Мен айттым, мен сіздер күте тұрыңыздар, мен қазір алмасам да бір ендігі жылы, арғы жылы алайын, бірақ асықпайын десем, және сіз алуыңыз керек деп. Сол бір белгілі мөлшерде ақша жетпей жатыр еді, ол кісі келіп, Нұрлан жаным, сен үйсіз жүргенің ұят болады. Сен мына үйіңді алып ал деп, маған көмектесіп жіберді. Көмектесті. Ол кісіге қарыз емес, көмек қой ол. Жоқ, қарыз емес, Көмек. Көмек, тек қана көмек. Доспын, сол Мәсімовтер отбасының досымын деп айта аласыз ба өзіңіз? Мен мысалы Қажымұқан ағаны жақсы танимын. Былай енді ол кісілердің бір тірліктеріне араласпаймын. Тірліктеріне араласамаймын ғой, енді ол кісілердің ауқымды жұмыстары көп. Енді көптеген ауруларға көмектесіп жатады. Жаңағыдегі шамасы келгенінше. Біз тек қана сол музыка жағынан, ән жағынан не керек, әрдайым қасынан табылып жүреміз. Соның өзі бізге бір бақыт қой. Астанаға сіз неге бардыңыз? Көп шоу-бизнес осы Музарттың жігіттері, Баян Есентаева деген ханымдар шоу-бизнесте жүрген, жерден алып жерге салды. Арман Давлетияровты да, болған іс-шараны да. Бірақ елбасы барғаннан кейін, елбасының өзі ол жерде үлкен қошеметке ие болғаннан кейін бұл әңгімелердің бәрі тоқтайды деп ойлаймын. Сіздің өзіңіздің позицияңыз осы жағдайға қатысты. Сөздің шыны, мен қалай айтсам болады. Мен енді шақыртумен бардым. Шақырғаннан кейін бардым. Қазақта мақал бар ғой, шақырған жерден қама, шақырмаған жерге барма деп. Мен енді ол тарелкадан үмітім жоқ еді. Мен ол бір тарелка алам деген оймен барған жоқ. Маған береміз де деген жоқ. Тек қана сол айтады ғой, және красная дорожка дейді. Қызыл төсенішіне өттім де кеттім, ары қарай. Басты мен тәжірибе жинау керек болды. Мен көрейінші бұлар не жасайды деген деп бардым. Қазақты қанап кетті деп ойлайсыз ба, Ресей әртістері? Айтып жатыр, 2 миллиард дейді, біреуі тағы да басқа суммаларды айтады. Қанша қаражат кетті деп ойлайсыз? Жалпы ол енді біздің қазына зейнеткерлер бар, басқасы бар, енді ол жағы қалай болады деп ойлайсыз? Енді мен айтайын. Менің позиция, мен баратын едім. Негізі мен айтайын. Мен қолдап отырмын. Сіздің де қолдап отырғаныңызды білемін. Қолдамаған әртістеріңізге қатысты өзіңіз позицияңызды айтсаңыз. Негізі өкіметке керек болды осы. Бізде мысалы экспо өтейін деп жатыр, оған үлкен жарнама керек. Сөздің шыны керек, бұл болса да болмаса да одан да көп ақша кетеді ол жарнамаға. Менің ойымда негізі. Мен өзі осы телевизия жүйесінде жүрген екен білем. Негізі өстіп жарнама жасаған дұрыс деп ойлаймын өз басым. Шақыртып, мен арам ойлайтын едім, негізі жаман ойлайтын едім. Киркоров келмей қалса, Басков келмей қалса, Звери келмей қалса, мысалы Полина Гагарина, мынау біздің жәндегі көреміз деп жүрген әншілеріміз келмей қалса, Валерия келмей қалғанда, Галкин келмей қалғанда, Малахов келмей қалғанда мен жаман ойлаушы едім. Ой, мыналар жайдан жай істеп жатқан дүние ғой деп. Бірақ айтылған әншінің барлығы келді. Кез келгенге мә деп бере берген жоқ жәндегі сыйлықты. Алатын адам алды да. Шын мәнде жарып жүрген адамдар алды. Бірақ енді бұл өкіметке керек болғаннан кейін өкіметтің қазынасынан осындай ақша шықты деп ойлаймын мен. Енді бір адамның қалтасынан шыққан жоқ қой бұның бәрі. Жалпы өкімет. Сол себепті мен бұған жақсы көзбен қарау керек деп те бір шетінен ойлаймын ау. Мен өзім барғанда біреуді жамандайын деп, біреудің құйрығын басайын және айтып өттім ғой. Мен артықпын біреуден деп барған жоқпын. Жалпы мен маған шақырту. Мен баруым керек болды жерге. Содан соң жәндегі тәжірибе жинап қайттым барып. Маған ұнады негізі. Маған ұнады. Инстаграмның жұлдызы сіз. Еспанов мырза анда, Еспанов мырза мұнда. Осы шоу-бизнесі бар, телевизия саласы бар, жай адамдар бар. Нұрлан Еспанов бәрімен араласады. Нұрлан Еспанов бәрімен дос. Инстаграм сізге не береді? Мен мысалы адам баласын жамандағым келмейді. Адамның тілі Алланың қаламы дейді, не айтсаң сол жазып қояды дейді. Бірақ енді мен баяғыдан дос сыйлап өскен азаматпын ғой. Кей кезде дұрыс айтасың, мен көп сурет салып жіберемін негізі бір күнде кей кезде. Өйткені Мәкеңе келем, неге самайым мен.
мына бағдарламаға келдім, мен үшін ол мақтаныш. Ол ұрлық емес, басқа емес. Мәкеңге бардым. Мысалы, белгілі бір тағы да телеарналарға барып, 1-2 жобаға түсемін. Соның бәрін бір күнде саламын да, бірақ бағдарламаның аяқ жағы тойға кетеді да. Ана тойдамыз, мына тойдамыз. Сөйтіп түсінбейтіндер жазып жаздап. Нұреке, сумаңдап жүрмейтін жеріңіз жоқ екен. Неге сурет саласыз? Дастарханды неге саласыз? Дастарханды неге саласыз? Анау дастарханда тұрған жаңағыдегі шайнектің ішінде еш нәрсе жоқ қой. Анау тарелка жаңағыдегі желініп қойған етке тола қой. Тек қана мен халыққа кей кезде таңғалып қаламын. Халық бізді көруге құштар емес та. Мынау жұлдыз ғой, танымал тұлға ғой деп. Тек қана бір түсірсем, мынау артындағы суретті көріп қояды. Мынау үстелдің үстінде бір нашар нәрсе тұрса, соны көріп қояды. Бірақ енді оның өзі бір кезде таңғалып қаламын. Ол тікелей енді бізге тиіспей, бір дұрыстап қойсаңдар болады ғой деп, жалпы сөйлеп отқанның барлығына тиіседі да. Бірақ Инстаграм менікі ғой. Соған қараймын да кей кезде суретте салғым келмей қалады. Қойшы, осыларға салмай-ақ қойшы, көрінбей қойшы, бір 2-3 апта ұмытайшы осы Инстаграмды. Жоқ, суретке түсіп аласың, кешке таман жасасын да қайттан кіріп кетесің. Содан соң жазады жаңағы. Неге барасыздар, тойды неге түсіресіздер деп. А бізде тойдан басқа баратын жер жоқ. Шоу-бизнес айналып келіп той бизнесқа келеді. Келеді ол. Болды. Соған келіп тіреледі, табыс көзі сол. Басқа сөзін шыны керек. Мына эфирді өзіміз үшін түсеміз. Бизнес бар ма сізде? Бизнес жоқ. Бізде той бизнес қой. Но енді жарнамаға өзіміз үшін түсеміз. Мысалы, осы Мәке өзіңнің бағдарламаң бар, өте жақсы бағдарлама ғой. Осы жерге түсіп халыққа таныл боламыз да. Кешке таман тойға барамыз, ал тойды семья үшін жаңағыдегі қарап отқан адам көп қой бізге де. Тіршілік үшін. Болмаса кей кезде енді барам деп бармайсың ғой барлық нәрсеге. Табу керек, қаражат керек. Менің әріптестерім, сіздің әріптестеріңіз сізді дайын пиар менеджер дейді. Жоқ нәрседен үлкен дүние тудыра білетін, өтпегенді өткізіп жіберетін, сатылмағанды сатып жіберетін, сондай пиарға жаны құмар жігіт дейді сізді. Осыдан бір, мен қателеспесем, 3 ай бұрын YouTube деген жақсы бір әлеуметтік желі бар, сайт. Сол жерде Нұрлан Еспанов попал в ДТП, Нұрлан Еспанов подрался деген атаумен бір видеолар түскен. Соған қатысты не айтасыз? Енді мынау енді көп негізі тұлғалар мынау енді әртіс деген ұнатпайды да. Қазақстанның халық әртісі десе жынданатын тұлғаларды да көрдім мен. Әртіс деп айтпашы дейді да, артист деп айтшы дейді да. Әртіс деген бір ерсі көрінеді, ерсі естіледі дейді. Сол себептен біз енді жаңағыдегі артист болғаннан кейін мынау артист деп айтайықшы, артист болғаннан кейін кей кезде сондай нәрсеге түсіп қаламыз ғой. Бірақ мен оны білмейді екенмін. Басында мына көп мен енді алдауға түсіп қала беремін ғой. Бұл да бір енді кішкене бір шетінен алдау болды деп ойлаймын мен. Қасымдағылар мен ақкөңіл болғаннан кейін алдай береді да. Мен оның үшін ұялы телефон қарап отқам, сол енді Инстаграмға қарап отқам. Жаңағыдегі ананы салыпты, мынаны салыпты деп. Bir кезде қарасам қоржын төбелес болады. Қасымда Ринат деген. Бірақ артымыздан кішкене түртіп кетті. Мен байқадым. Мен Ринатқа айттым, Ринат қоя сал дедім енді. Шілей жаңағыдегі артында бампер түсіп қалмаса, қызуғанды емессіз ба? Мен қызуғанды емеспін. Сөйтіп барып жаңағыдегі қарасам, айнадан қарап қалсам, Ринатымыз төбелесіп жатыр ана жерде. Қорсын. Шықтым да ажыратайын дедім. Екеуін ажыратқам, сөйтсем ол да бір танымал топтың балалары екен, кейіннен достасып бейнебаян түсіріп кеттік қой енді. Сөз үшін енді ол айтады, ол сізді жасанды жасаған дейді оны. Жоқ, мен енді оны өздерінен сұрау керек та негізі. Мен бұл жерде енді ақиқатты ашып, біреуді жаңағыдегі біреудікі дұрыс емес деп айтпай қойсам деп отырмын. Ол енді өздерін шақырып алып сөйлескен кезде өте қызық болады. Мен қазір оларға да әңгіме қалдырсам деп отырмын да, айтатын. Басында мені жамандап шықты олар. Осылай жасайық, бір халқым ұмытып бара жатқан сияқты, бір кішкене пиар болсын, әңгіме болсын, Нұрлан Еспанов осындай жағдайға түсіп қалыпты деген сияқты әдейі жасалған дүние дейді бір адамдар. Енді сөзін шыны Құдайберген Бекішев ағамыз айтады ғой, біраз нәрсеге пиар керек деп. Сол себепті білмеймін енді, мен ешкімді ренжіткім келмейді да. Бірақ енді бұндай пиар болып кететінін білмедім мен. Ол бір күнде 58 мың адам көріп кетеді екен, бір күнде бір 60 мың адам көреді деген ойда жоқ. Тек қана бір өзіміздің таныстарға, өзіміздің осы жалпы телеарналарға жасалған дүние еді. Бірақ кіріп көрсем енді сұмдық қой енді. Ресей, енді алыс жақын шетелдер көріп. Нұреке, Алматы облысында Қарасай ауданы бар. Сол жерде үлкен дау-дамай шықты. Сіздің әріптестеріңіз Бағдат Самидинова, Айқын Төлепберген, Роза Әлқожа барып концерт қояды екен.
шенеуніктер мұғалімдердің басынан төбелеп билет сатқызады екен. Оған деген ойыңыз қандай? Өзіңіз барып, ел ағаларына барып, мен билетімді сатып бердіңдер, мен мынау концерт қойын деп жатырмын деген өтініштер айтқан күндеріңіз болды ма өзіңізде? Шынымды айтайын ба, менің таныстарым көп та негізі. Таныс болғанда өте көп менде таныстар. Мен ондай нәрсе жасай аламын. Бірақ енді осы бір концертке бардық, мен айтпай-ақ қояйын, Маке, осы 2 жыл бұрын. Сонда бір сондай концертке түсіп қалдық өзімізде. Мен ол жерге жай ғана қонақ болып бардым да енді. Мынау айтады ғой, бізде солянка концерт дейді ғой енді. Мен ақ барған жоқпын, көп жұлдыздар болды. Сонда енді жас жұлдыздардың арасында енді үлкендеу мен болдым ау деймін. Сөйтіп және бір әйел келді да, артынан шықты да, мен келіншек шақырып алып айтты. Нұрлан жанау, біз қиналып жатырмыз ғой. Осы әңгімені айтты, қойсаңыздаршы деп. Сосын мен бармай қойдым ол жаққа. Мүлдем менде ой бұған осы барлығын аралап қайтам ба. Мен басында енді жасырмай-ақ қойын. Мен де сондай ой болып жүрген, Мәке. Адамдарға шығам ба, билет сатқызам ба. Негізі не қылам мен оны кассаға қойып, кассадан қазір келіп, билет алып, жаңағы тойға баратын адам жоқ қой деп. Сонда маған ол келіншектің айтқаны келіп айтады. Нұрлан жанау дейді, күнде кешке той дейді өзімізде де. Туысқан бар, араласатын адам бар. Олардың бәріне тойына алып бару. Одан қалса сендердің концерттерің дейді. Сөзін шыны керек, мен ол концертте көрген әншіні тойдақ көре салам ғой дейді. Сол концертті беріп тұрады, кешке таман тойға келеді ғой дейді. Не қылам мен оған ақша төлеп көріп деді ғой маған. Мен бір шетінен ыңғайсызданып қалдым. Көрдіңіз ба қазір барлық нәрсе той бизнесқа өтіп кеткен екен. Бізге де негізі біздің де жанымыз қанжылады. Әнші тойдан тапқан табыс әншілерге жетеді ме? Ауыл-ауылды араламай-ақ. Сұранысқа ие әнші болу керек та ол үшін. Сұранысқа ие әнші болмасаң сен жетпейді. Алматыда жүру деген, Алматы үлкен мегаполис. Бұл жерде бір өмір сүрудің өзі қиын. Қазір бір жерге кіріп шықсаң бір 50-60 мың теңге кетіп қалады. Сөзің шыны керек қой. Біздің кіретін жерлерге кірсең да, енді кей кезде ұялып қаламыз. Біз кей кезде енді біраз той болмай қалса қонақты күте алмай қаламыз. Сосын енді жаңағы кісі келіп айтқан екен, Нұрлан жанау, мен ол әншіні ертең 2-3 күннен кейін тойдан ақ көремін ғой дейді енді. Ұялсын тетігіңізді өзіңіз көтересіз ба? Мен өзім көтерем. Мен сондай адаммын, мен сөзін шыны керек, біреуден қашып жүру, біреуден тығылып жүру деген мен үшін ол жаттылық. Ол үшін қолыңызды алып қояйын сіздің. Ұялы телефоныңызды өзіңіз көтергеніңіз үшін. Сіздің әріптестеріңіз бар, Абай Бегей, өткенде концертінде жүрдіңіз, ән салдыңыз, дуэт айттыңыздар. Ернар Айдар жас әнші, Асхат Тарғанов, бір емес бірнеше әкімшілер алып алған, телефонды көтеруге шамалары келмейді. Сіз секілді, Мақпал Жүнісова секілді ел азаматы мен ел азаматшалары телефондарын өздері көтереді, әкімші ұстамайды. Бұл жаңадан шыққан бағытқа деген көзқарасыңыз қандай? Енді уақыт өтеді өздері көтеретін болады ғой. Негізі да енді бізде ондайдан өттік қой. Мен не деген конкурстарға бардым. Кезінде бізде енді кішкене шығып жүрген кезде, жарқ етіп жұлдыз болып шыққан кезде біздің уақытымызда ұялы телефон жоқ еді. Сөздің шынында бізде тек қана үйдегі телефонға звондайтын, шақыртатын, белгілі бір мөлшерде бір өңдеу жасататын болсаң, аранжировка дейді ғой, жасатын болсаң, 6 ай бұрын хабарласатын. 6 ай бұрын хабарласасың, 6 ай бұрын күтесің. Ол кесең тағы да болмай қалуы мүмкін ғой. Сөйтіп жүріп, біздің жасаған жұмыстарымыз өте қиын болады. Қазір таңда не? Көп нәрсе оңай болып қалды ғой қазір. Бір хит тапсаң, бол сен жұлдызсың. Сосын енді жұмысың да жүріп кетеді. Қазір енді Абай Бегейді айтсам, ол енді жаман жігіт емес, бірақ енді нөмірі 1-ші хиттің авторы болып тұр ғой қазір ол, орындаушысы. Бұл енді Асхат Тарғанда да, чип-чип-чипі бар. Енді Мария Арманет дейді ғой. Бірақ енді өзі ысылып шығып кеткен әндерді. Бұл әндерге өз басым разымын. Халыққа керек болып тұр да сол. Халық енді қайғыра бергеннен гөрі билегенді жақсы көріп отыр. Аспанға қараймын. Мысалы мінекей Төреғалидың жақсы әні шықты қазір. Қарап тұрсам. Бірақ енді нағыз той бизнесінің толқынында жүрген солар деп ойлаймын да өз басым. Сұранысқа ие қазір. Бірақ енді сөзің үшін бәріміздің басымыздан өтті ғой. Мәке, сәл шыдас беру керек, сабырды саралтпай. Ол да жұлдыздық ауру емес па бұл? Қалай айтсақ болады? Жұлдыздық ауру емес, бұл шаршайды ол кісілер. Шаршайды. Біреулер бар, жай ғана звондап, атыңыз кім, сізбен танысуға бола ма дейтіндер де көп. Сізге хабарласады ма қылмындаған келіншектер? Осы бағана сіздің алдыңызда Мәкен Мақпал Жүнісова айтады, баяғыда біз концертке барған кезде қасымыздағы жігіттерге
қонақ үйге келіп осылардан үрімбұтақ тұқым алайық деген сияқты әңгімелер болды дейді. Сізге сөйтіп хабарласқан адамдар болды ма? Қалай айтсам болады, енді мүлдем ешкім маған сөйлемейді, ешкім менің қасыма жақындамайды дегеннен аулақпын. Өйтіп айтсаң енді ұят болады ғой енді. Кішкене жұлдыз деп айтпау керек, мынау танымал адам болғаннан кейін, кейбір кезде арам оймен де келмейді жұрттар. Баламның аузына түкіріп берші. Нұрлан анау ана жерде неге бүйтіп айтпадың, бүйтіп айттың деп. Кей кезде мынау эфирден сөйлеген кезде көбінесе енді аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді ғой. Сол себепті қатты ойланып сөйлейтін болдық қазір. Өйткені халыққа сол керек болып тұр да қазір. Бір қисық сөйлеп қалсақ, жан деп жаңағыдегі жаза береді. Одан құтыла алмайсың енді. Бір жақсы жағынан сөйлеп тұрсаң да, ана жолы сіз сөйлей алмай қалдыңыз ғой, бұл жолы неғып жақсылап сөйледіңіз деген сияқты сұрақтар көп қойылып кетіп жатыр да. Бірақ енді хабарласып тұрады ғой қыз келіншектер. Жабық есік жағдайында кездесейік. Соны ойланып отырмын ғой, не деп айтсам екен деп. Жалпы хабарласады ма, хабарласпайды? Жоқ, тойда келіп айтады, хабарласқанда хабарласады, кейіннен біздің жасымызды естігеннен кейін ба, жаңағыдегі бала шағамызды білгеннен кейін ба, барлығын бала шағамыз үлкен, енді жасымызды білгеннен кейін, отбасын құрып қойған азамат болғаннан кейін ба, жайлап сөзін шыны керек, кешірім сұрайды да, рахметін айтып қоя салады. Бірақ тойда келіп сұрайтындар көп. Сәлеметсіз ба, сіз бойдақсыз ба? Мен таңғаламын осы. Күнде әр телеарнадан шығып жатсақ та, біреулерге айтады да жаңағыдегі, Нұраке көрінбей кеттің ғой, эфирде жоқсың ғой деп. Мен айтам да енді, сіз мүлдем телеарна көрмейтін шығарсыз деп. Сөйтсем ол да бір танысудың жолы екен ғой жаңағыдегі. Сенің ойыңды білу. Кейіннен жаңағыдай жақсы әңгімеміз жарасып келе жатады да, менің жаңағыдай бала шағам бар екен, отбасым құрып қойған, және жасым жаңағыдай осындайда екенін біліп қойғаннан кейін, жайлап өзі кетіп қала салады ғой, не керек. Қоғамдық көлікке қашан отырдыңыз соңғы рет? Қоғамдық көлікке мен көп отырамын негізі. Қанша тұрады Алматыда? Бір жерден бір жерге автобус. Шынымды айтайын ба? Мен ондайдан қашпаймын негізі. Бірақ менің уақытым жоқ та. Қанша тұрады, білесіз ба? Шынымды айтайын ба? Білмейді екенмін. 80 теңге. 80 теңге. Мінемін қоғамдық көлікке ше, мен десем міне салам. Мен сондай адаммын да, бірақ менің жүрісіммен қоғамдық көлік үлгеремейді да менің жүрісіме. Мен ритм басқа дейсіз. Иә, мен битем да, негізі халық жаман ойлап қалуы мүмкін да, мен өзімнің інім Райымбекте тұрады, үлгеремей қалады да келуге. Мен шығамда таксиге мініп кете салам. Сөзін шыны керек қой. Шығамда, сонда Нұреке, таксистің өзі айтып жатыр, машинеңіз жоқ па не деп, мен сізді тасып жүрейін деп. Мен айтам, жоқ, машинем бар, мен үлгеремей жатыр. Мен баратын жерім бар, мысалы Макинге барам, ана жерге барам, Сахинге барам. Сол кезде мен тез төлеп үлгеруім керек. Өйтпесе болмайды, қара тізімге түсесің. Нұреке келмей қалды, ертең эфирге шақырмаңыздар. Мен енді бұл бағдарламадан өзім үшін керек қой. Бірақ қоғамдық көлікке мүмкін келіп соңғы кезде. Мініп бір көру керек еді. Бірақ танымал адам болғаннан кейін кішкене онда түсінбейтіндер бар да. Шыныдағы шайтан суға қалай қарайсыз? Қаяқтағы? Шыныдағы шайтан суға, араққа. Арақтан алып тұрасыздар ма? Мен ішпеймін. Мүлдем. Ішкен де емеспін. Мен жасым қазір 40-тан асты. Мен татып алған емеспін негізі. Арақ ішкен емеспін, темекі де шеккен емеспін. Кальянды жақсы көресіз? Жоқ, енді қалай айтсақ болады, мен кальянды жақсы көремін деп жақсы көрмеймін негізі. Енді орта деген бар. Ол енді арабтардың өзі, Дубайға барсаң, 6-дан болып отырсаң, 6-ына келіп қояды дейді. Енді арабтардың өзі мұсылман ғой енді. Мұсылмандар кішкене дәмін көріп жүргеннен кейін, менде бір былай өліп шегем деп айтпаймын, андасында бір дәмін көріп қоятынымыз бар енді. Алламен қарым-қатынас қалай? Алламен қарым-қатынас жақсы. Бізде үйде, қалай айтсам болады, 2 студент бала шағам бар. Үйдегінің бәрі намаз оқиды. Мен әлі мойындаймын, намаз оқымаймын әлі. Сөзін шыны, былайша жұма намазға барамыз. Намаз оқитындармен жүреміз. Араласамыз. Үйдегінің бәрі намаз оқиды. Сөзін шыны, мен әлі намаз оқымаймын, бірақ ораза ұстаймын. Жұма намазға барамын. Бүгінгі сұхбатта не ұнады, не ұнамады сізге? Сұрақтарыңыз қиын екен сіздердің, өте. Адам сөзін шыны керек, мен ойланып келгем ғой. Тек қана мынау шоу-бизнестің төңірегіндегі бір сұрақтар болды ма десем. Иә, күліп қайтам ба деп едім. Сөзін шыны мынау жауап беріп отырып әбіржіп кеттім мен. Қатты ойланып кеттім мен. Негізі өзімде бір ойда жүретін азаматпын да мен көбінесе. Көңілді болғанмен әрдайым енді өзімнің жасаған тірліктерімді кішкене жіп кетсеп жүрем да. Ойланатын нәрсе көбейіп кетті сөзін шыны керек қой, осы соңғы кезде. Мен өзім кеше мынау тағы да бір бағдарламаға бардым.
бір-екі нәрсені дұрыс айтпай қойдым ба, бір-екі нәрсе дұрыс болмай қалды ма, болмаса Мәке енді өзіңді білеміз ғой, бағдарлама келгенде мен ойланып келдім. Бүгін енді Мәкең өзінің ойын өзгертіп, тек қана бір шоу-бизнес төңірегінде бір сұрақтар болатын шығар десем, бұл жерде жаңағылығы Мәке өзіңнің әдетің ғой сен. Келген адамның бәрін жаңағылығы мәдениетті түрде айтқан кезде алқымнан алып, жұлқылап, айтпаймын деген нәрсесін айтқызып, білмеймін деген нәрсесін білге жіберетін азаматсың ғой. Бірақ қатты ойланып келдім мен. Мен өзім қазір ойланып отырмын. Осы есікте шыға салсам ойланатын шығармын. Звондап та жіберемін ау деймін, бір артық ештеңе айтып қойған жоқпын ба? Не болып кетті бұл деп. Халық түсінбейді да кей кезде. Біз бір нәрсені айтып қоямыз. Нұрлан мақтанып жатыр. Нұрлан мақтаншақ. Ол жүрген жерінде айтпайтын нәрсені айтып жүреді. Неге осы мақтана береді деп. Неге Нұрланның шашы ұзын, нағып шашынамайды? Бір кездерде сұрақ қойып жатады, шашы ұзынның ақылы қысқа деп. Мен айтамын, ақымақ адам шашы үзсе оған мен кінәлімін ба? Мен білмеймін, осы имиджбен қалып кеткеннен кейін балаларға. Мен осы жынданып осы жақында бардым. Ерлан деген менің жаңағы стилистім бар. Соған бардым. Сол Ерімжан деген ұстазым тоқтатты мені. Нұрмағамбетов Ерімжан деген менің бала кезден осы эстрадаға тәрбиелеген ұстазым бар. Соған барып айттым, шашымды алып тастасам қалай екен деп. Мәке осы өзің сияқты осындай шашпен жүрейінші деген. Сізге жарасады шашыңыз. Шашыңызды алмаңыз. Сөйтіп алып тастайын деп барып тұр едім, стилистімнің өзі айтты. Нұрлан, имиджін жоғалтсаң, халық сені ұмытады деді. Әңгіме болып жүре берші деді. Осы 70% осы шашқа тиіседі да менде. Білмеймін не істеп қойған. Ерімжан да айтты, Мәке өзіңде айтпасың, шашқа тимей-ақ қой деп. Білмеймін, бұл шашқа қараудың өзі қиын да. Көбісі айтады ғой, ой, шаш өсірген оңай деп. Білмеймін, бұны бір күн жумасаң, біттің. Және сөздің шынында күтім жасамаймыз ғой. Бірақ енді осы имиджде халық танып қалғаннан кейін жүре берсем ба деп ойлаймын да. Бірақ халықтан осы Мәкең бағдарламасында бір енді кішкене өзімнің халыққа деген бір сөзім бар да айтатын. Енді осы шашқа тиіспей-ақ, мына енді кей кезде басқа нәрседе көп қой тиісетін. Басқа нәрсеге тиісе берейікші. Осы жақында қызық болдық. Түркияға бардым, Мәке. Сөйтіп осы жақында, осы бір апта бұрын, осы қызыл шалбарды алдым, мынау жейдені алдым. Сол алғаным сол түсіп Инстаграмға салсам, осы қызыл шалбарыңыз тастамайды екенсіз деп біреу жазып жіберіпті астына. Мені бір әрдайым бір қызыл шалбармен көріп жүрген адам сияқты да. Бірақ қайтеміз енді. Халықтың адамы болу оңай емес. Рахмет сұхбатымызға. Сіздерге рахмет. Бүгінге осы, бүгін бізде қонақта болған әйгілі әнші Нұрлан Еспанов. Амандықпен жүздесейік.